жасай алмаймыз. Ұл балалар ғой, добиваться етіп, қызды өзіне қаратып алатын деген сияқты. Андай жақсы бір сөз бар ғой, сынбайтын қыз жоқ, сындыра алмайтын еркек бар деген сияқты. Енді мен мына жерде Нұрсұлтанның шыны керек, несіне төзімділігіне таң қалып отырмын да, шыдамдылығына. Кеше ғана осы жерде Перизат та жылады, сол кезде Нұрсұлтанға айтып едім ғой, мен Перизат жылап жатыр десем, ничего страшного, ол да кезінде Ғалымжанмен жүрді ғой деген сияқты айтып, мен сол кезде тоже бір түрлі болып қалдым да, Перизат та жылап қалды деген сияқты. Енді қазір екеуінің қосылып отқанына кәдімгідей екеуі де бір көзайым болып, әдемі болып отыр. Енді сіздерге тек қана бақыт тілеймін деген сияқты. Осылай жүре беріңіздерші, жыламай, әп-әдемі болып, тек қана бақыт. Жарайды, рахмет. Мынау кімге намек болды сіздікі? Кәдімгідей кіріп атсыз ғой, ойпырма. Артын жапқысы кеп, мына жерде барлығы пікірді айтып жатыр. Бірақ барлығы бір кісілерге тегіз кету үшін айтып жатқан сияқты. Шерхан да енді айдана деп қалып жатыр ғой. Шерхан да басқа біреулерге бір өзінің айтқатын әңгімелерін айтып қалып жатқан сияқты да негізі. Осындай әңгімелер болып жатыр. Бұл жерде жоқ, енді сен өзің айттың жаңа, ойбай дәу қылып салайық, анау мынау деп, өзің де әрекеттерің сол жаққа қарай кетіп жатыр да, керек емес өз айтқан пікірің өзің қарсы шығып ше. Ортаға айтайық, ортаға пікірді. Перизат, жаным, айнала, мен саған айттым ғой. Не сдавайся. Не переживай. Все будет хорошо деп. Бүкіл орысшамды айттым мен осы кісіге. Түсінбейді менің тілімді. Менің тілім түсінбейді бұл кісі. Настроение жоқ, ары өтеді, бері өтеді. Бүкіл орысшамды айтып настроениесін көтеруге тырыстым. Негізі енді тек хейт айтамын ғой, негізі жаман нәрселерін айтады деп. Көп адам енді Перизат екеумізді дұрыс түсінбейді екен. Просто мен эфирде дұрыс емес жасаған екен, сол үшін ғана айтам. Негізі былай Перизатты өзім тани келе, негізі ойым дұрыс Перизатқа. Мен кәдімгі қуанып отырмын Перизат үшін мысалы. Мотивация беріп жүрген сіз екен ғой? Орысша бермесең түсінбейді да бұл кісі. Бар орысшамды қостым сол жерде. Гаухар ханым, бірінші таныстықтар болған кезде мен кішкене қарсы пікір айтып, бұл екі жұпқа қарсы шыққан болатын. Кейін мен көзім жетті, екеуі бір-бірін жақсы көретін, ханзадалықта да көрдім, оның алдында да көрдім. Енді екеуіне тек бақыт тілеймін, бақытты болсын. Кеше өте Перизаттың көңіл күйі түсіп қалған болатын, сол кезде үйіне апарып тастағанбыз. Сол кезде айтқам, Перизат, уайымдама, бәрі жақсы болады, уайымдама. Мен бір жағынан бір сезіп тұрған сияқты болдым да, өйткені Нұрсұлтаннан ондай әрекет күтпедім да, ондай істемейді деп ойладым да, Нұрсұлтан Перизат үшін бәрін істейді деген. Сондай бір ғана ой болды да менде. Сондықтан Перизат бақытты бола ғой жаным сол. Рахмет, Гаухар тәте. Болса ханым, Нұржан жөнінде жайлы айтып кетейінші. Бары жаман көреді да, Нұржанды неге саған қатты сөйлейді деп та. Эфирде өзінің пікірін айтады, бірақ не эфирі біз өте жақсы сөйлесеміз. Всегда келіп Перизат қалайсың, жақсысың бе деп. Менің жақын құрбымдың ер азаматы ғой, мен өте жақсы көрем екені. Баласыған осы орайда айта кетейінші. Аян. Нұрсұлтан негізі мен өзім бауырым деп қатты жақсы көремін Нұрсұлтанды. Қазақта айтады ғой, таспен атқанда аспен ат дейді. Мен алдында бір жерден бір қателесіп қалған кезімде маған бір қатты пікір айтқан едің да сен. Мені кәдімде менің үй ішім жақсы көреді сенші. Ой, біздің баламыз депші. Сол жерде менің бір шалыныс басқан жеріме қатты айтқан едің маған. Көрдің ба, өмірде андай нәрсе болады. Бір жерлерден қателесесің, бір жерлерде жолың болмайды. Бірақ айналып келіп, сол нәрселерді дұрыстап, қайтадан алға қарай жүруге мүмкіндік беріледі да. Сол сияқты әрдайым дұрыс жаққа шығу дұрыс деп ойлаймын. Сендерге тек бақыт тілеймін, молодец дегім келеді. Шерханның сөзінде қалып кеттім да енді. Мына жерде бәрі жұп-жұп болып қосылып жатыр. Осы жерде білмеймін енді. Саддәулет пен Арунаның темасы не болды деп сұрағым келеді екеуінен. Екеуі ұрсып отыр ма, бірдеңе қылып отыр. Кім екеуі? Екеуі. Бұл екеуі? Сол осылардың темасы не болды деп ойлаймын да енді. Не бар еді бұл кісілердің арасында? Білмеймін, кеше шешілмей қалып еді ғой. Ескіріп қалған сияқты. Бүгін Саддәулет басқа жаққа қарай. Екеуі ұрсып отыр. Басақана? Шолпан ба? Білмеймін енді. Бізде тақырып жабық. Білмеймін, қазір қарама бірдеңе деп отыр. Жоқ енді, бір қарама деп отыр. Сол қарамаса, не үшін қарама деп отсын? Араласпай қоямыз ба деп отыр. Баласахан. Қайырлы күн. Жоқ, білмеймін.